Сәлем баршаңызға. Есімім Асия. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен күнбағыс салатын жасайтын боламын. Және де қалған өнімнен осындай дәмді тіске басар жасаймын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен керекті өнімдерімізді дайындап аламыз. Балығымызды осылай майда етіп турап шығамыз. Піскен жұмыртқамыздың ақ уызы мен сары уызын ажыратып аламыз. Енді салатымызды жасауға кірісеміз. Үгіткішпен осылай піскен картопымызды өткізіп, бір келкі етіп жайып, үстіне шым-шым тұзымызды сеуіп, майонезімізді жағамыз. Келесі кезекте туралған балығымызды салып, бір келкі етіп тегістейміз. Ендігі кезекте үгіткіштен жұмыртқаның ақ уызын өткізіп саламыз. Бетіне майонезімізді құйып, бір келкі етіп жағамыз. Піскен сәбізімізді үгіткіштен өткізіп саламыз. Үстіне қайта майонезімізді құйып жағамыз. Ендігі кезекте үгіткіштен сырымызды турап саламыз. Бір келкі етіп әсемдейміз. Бетіне майонезімізді құямыз. Және де чипсының көмегімен күнбағыс бейнесін келтіріп, әсемдеп шығамыз. Дайын болған салатымыздың үстіне үгіткіштен жұмыртқаның сары уызын өткізіп, осылай әсемдеп себеміз. Мінекей біздің күнбағыс салатымыз дайын болды. Ендігі кезекте дәмді әрі тез жасалатын тіске басар жасаймыз. Ол үшін бізге 2 қайнатылған қызылшаны осылай үгіткіштен өткізіп алып, үстіне 2 ас қасық майонезімізді салып, жақсылап араластырып, тұзымызды себеміз. Және жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте осындай батон нанымызды бір келкі формада тураймыз. Немесе қара нанды қолдансаңыздар да болады. Дайын салмамызды нанымыздың бетіне осылай жағып, әсемдеп қойып шығамыз. Міне біздің тіске басарымыз дайын. Енді үстіне салаттан қалған балығымызды қойып шығамыз.
Міне біздің тіске басарымыз дайын болды. Дәмі өте дәмді, керемет болып шығады. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Келесі шыққан видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.